Планкада тұрудың пайдасы: қарынды кетіріп, зат алмасуды жақсартады. Армысың көрермен, арнаға қош келдің. Күніне 5 минут планка жасау арқылы денсаулығыңызға көптеген пайдалы әсер ала аласыз. Басында әрине бұлшықеттеріңіз ауырсынып, қозғалуыңыздың қиындауы мүмкін, алайда бір аптадан кейін сымдай тартылып қалатыныңыз сөзсіз. Бір қалыпта 1 минут емес, алғашқыда 20-30 секунд тұрсаңыз да нәтиже болады. Ең бастысы жаттығу уақытын жайлап көтеру керек. Тек жалқау болмаңыз. Бүгін жасадыңыз ба, ертең де міндетті түрде қайталаңыз. Планкамен айналысқаннан кейін арқа бұлшықеттері қалыпқа келеді. Жаттығу барысында арқаға ешқандай күш түспейді. Соған қарамастан планка жасау өз пайдасын береді. Аталмыш жаттығу арқылы кеуде бұлшықеттерінің жұмысын жақсартуға да болады. Сонда күн сайынғы омыртқа ауруларынан арылып, иығыңызды да тік ұстайтын боласыз. Зат алмасу жылдамдайды. Планка басқа классикалық жаттығуларға қарағанда ең күшті құнарлы ас сіңіруші болып табылады. Сіз планка жасау арқылы түнгі уақытта да, яғни ұйықтап жатып та құнарлы тағамды сіңіре алады екенсіз. Міне бұл жаттығудың кереметтілігі осында. Тепе-теңдікті сақтауды үйренесіз. Планканың әсерінен сіз тепе-теңдікті сақтап түзіп жүруді үйренесіз. Бұрынғыдай сүрініп қалуды ұмытасыз. Жүйкеңізді жұқартып, өз-өзіңізден ашулануды доғарасыз. Бұл да планканың пайдасы. Өйткені планка жаттығулары бұлшықеттерді нығайту арқылы жүйке жүйесіне жақсы әсер береді. Тәулігіне бар болғаны 5 минуттық жаттығу жасау сізге көп энергия береді. Сырт келбетіңіз өзгеріп, дене бітіміңіз келісе түседі. Назарларыңызға рахмет.